уақытта төтенше жағдайларға байланысты қоғамдық жерлерде, көшелерде бет пердеңізді оны тағып жүру керек күнделікті. Қала көлемінде төтенше режим енгізілгеніне қарамастан осы аулалар бойынша ойын алаңдарында жасөспірімдер көптеген қазір ойнауда. Сол бойынша қала тұрғындарына, ата-аналарына түсіндірме жұмыстары жүргізілуде. Бүгінгі рейдтік шарада көріп тұрғандарыңыздай, Шұғыла мөлтек 4-ші үйдің ауласында ойын алаңында шоғырланған азаматтар ойын ойнау анықталды. Фактілер сол бойынша оларды алып, учаскелік полиция пунктіне жеткізіліп, қазіргі таңда түсіндірме жұмыстары жүргізілуде. Алдағы уақытта бұл рейдтік іс-шара өз жалғасын тауып, халыққа түсіндірме жұмыстарын жүргіземіз. Енді қазіргі таңда ата-аналардың сұрайтынымыз жасөспірімдерді балаларын өз қарамақтарына алып, яғни көшеге шықпауын, яғни өздерінің денсаулықтарына аса назар аударуларын сұраймыз. Қазіргі таңда ата-аналар түсіндірме жұмыстарын жүргізіп жатыр, ал егерде түсіндірме жұмыстарына құлақ аспаған жағдайда ол кісілерге Қазақстан Республикасының 476 бабы бойынша әкімшілік шара көріледі. Онда айыппұл немесе қамақ көрсетілген бас шарасы.